Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Сезім сергелдеңі әңгімесінің 4-ші бөлімін баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Құрбысының тірі екенін ести сала Диана Мұратпен бірге ауруханаға жол тартты. Диана үшін сол бір уақыт жылдай өтіп, сағат тілінің қозғалысы құрбысының өмірі мен өлім арасындағы арпалысын тықылдаған дыбысы жүрек соғысындай беймаза күй кештіріп, сары уайымның жетегінде ергізгені. Сананы сан ойлар торлағанмен тірі адамды өлімге кім қисын, үміт үзбеуге тырыстақ. Сол үміттің нәзік жібі үзілуге шақ қалған сәтте медбике қыз ота сәтті аяқталғанын жеткізді. Науқасқа тыныштық керек деген соң Камиланы көрместен екеуі қайтадан кері қайтқан еді. Орта жолда Мұраттың телефоны тағы шырылдап, кезекті қоңырау шалынғанын білдірді. Асхат, тыңдап тұрмын. Не дейсің? Өз құлағыма өзім сене алмай тұрмын, деді. Артқы орындықта терезеге телміріп қарап отырған қызға айнадан көз тастап. Түсіндім, қазір келеміз. Қыздың үрейін қашырмайын деп тіс жармағанымен жағдай басқаша сипат алғаны белгілі еді. Асхат бөлімшеге орта жастағы ер адам келіп, Марлен Байбосыновты өлтіргенмен деп қылмысты мойнына алғанын айтты. Тексерсе бұрын сотты болған кәсіби адам өлтіруші екен. Бір таңғаларлығы марқұмды тапсырыспен өлтіртіп, қомақты қаржыны берген жігіттің ғашығы Диана көрінеді. Кеше қорғаушысыз сөйлеуден бас тартқанмен тергеуден бүгін қаша алмады. Көк сырмен боялған тар бөлмеде жалғыз айна мен үстел орындықтан басқа еш нәрсе жоқ. Қолынан кісен шешілген соң қыз сылқ етіп орындыққа отыра кетті. Бұрын азап дегенді білмейтін, соңғы бір аптада басынан не өтпеді. Бір түннің ішінде шаша ағарып түрмеге мәңгілік қамалатын болдым-ау деген үрейлі ойдан жынданып кетуге аз-ақ қалғандай. Домбығып ісіп кеткен екі көзін жұмып, бір сәт қараңғылық тірі жанды көрсетпегенін қалаған еді. Диана Байділда, сіз Қандықол қылмыскер жалдап, Марлен Байбосыновты өлтіруге тапсырыс бергеніңізді мойындайсыз ба? Деген тергеушінің даусынан дір ете түсті. Жоқ, мен ешкімді өлтірткен жоқпын. Асхат қыздың алдына әлдекімнің суретін қойды. Мына кісіні танисыз ба? Жоқ, бірінші рет көріп тұрмын. Бұл Марлен Байбосыновты өлтірген адам. Шора Қараман деген лақапатпен танымал қылмыскер. Сізге мойындаудан басқа жол жоқ. Бізде заттай айғақтар жеткілікті. 8 қарашада кешкі сағат 9-да, яғни қылмыс болардан 1 сағат бұрын ол сізге хабарласып, адрес бойынша келгенін айтады. Тексере келе шынымен аталған номер бойынша телефоныңызға қоңырау түскенін анықтадық. Біреу хабарласқан, бірақ еш нәрсе айтқан жоқ. Баланың сөзін сөйлемеңіз. Бұл әлеуметтік желі арқылы жазылған хабарламаларға не дейсіз? Оқып берейін міне. Келіскен уақытта сол жерде бол, кешікпе. Мына суреттегідей киім сатып ал. Милиция оны өлтірген Ғазиз деп ойлау керек. Келген таксиге мініп, мен берген адрес бойынша барарсың. Көшедегі камераларға тіке қарама. Істі орындап біткен соң ақшаңның жартысын беремін деп жазғансыз. Енді қалай ақталмақсыз? Жоқ, мен олай ешкімге жазған жоқпын. ВКонтактедегі парақшамда біреу бұзып тастаған болатын. Бұның бәрі өтірік деп қолмен бетін басып жылады. Адвокаты қанша сабырға шақыруға тырысса да құлақ асар емес. Мына сенің айтқандарыңның бәрі шылғи өтірік. Заңнан қашып құтыла алмайсың. Шора Қараман сені танып отыр. Бәлкім шындықты біліп қойған үшін Ғазизді де өлтірткен шығарсың. Суды белшеден кешіп іздесек те ешқандай мәйітті таппадық. Қайда көмдің оны? Кім көмектесті саған? Айт деймін. Біреу аздай, енді екі адамның қанын бірдей мойныма жүктеп өмір бойына қаматпақсыздар ма? Бұларыңыз барып тұрған әділетсіздік қой. Бір қылмысқа барған адам өмір бойы солай күнелтеді деп айыплай береді екенсіңдер. Ал мен мүлде кінәсізбін ғой. Кінәсізбін. Көз алдындағы заттар бұлдырап, есінен танып қалды. Болды, бәрі дайын. Ертең істі сотқа жіберу ғана қалды. Демек, демала берсем болады ғой, деген сөз, деп Асхат сағатына үңіліп еді, әлде қашан 12-ден асып кетіпті. Қағаздарын жинап кабинеттен шыққанда кезекшілікке түскен әріптесі алдынан желмен жарысқан жел аяқтай жүгіріп өтті.
Қайда асықтың, бүгін кезекші сен бе едің? Иә, кезекшілік қашан тыныш өтіп еді, деп артына бұрылмастан сөйлеп барады. Қоңырау шалып, көшеден жаңа туылған сәбиді тауып алғандарын айтты. Соған асығып барамын. Апшысы қуырылып, тандыры тартылған заман болды ғой. Бейбіт өмір бұйра бермейді бәріне. Кейбірі туғаннан өмірдің ащы дәмін татады. Сірә да дүниенің қатал екенін білмесе, сәби туылғанда жыламас еді ғой осы. Құрсағынан шыққан баласын аямағанда, басқасына қайдан бауыры жібей қойсын. Сүйе тұра қызғаныштан жігітін өлтірген өрімдей жас қызда қолын қанға былғап, әй дүние-ай. 2 тәулік ұйқы көрмегендіктен көзі ілініп, жолдан шығып кете жаздап, әйтеуір Құдай сақтағанда қарағайға жетпей тежегішті басып үлгерді. Үй алдына көлігін қойғанда әдеттегідей шам өшірулі, дала түгелдей жым-жырт, тыныш та тәтті ұйқы құшағына енген сәт еді. Балаларының ояу кезінде көретін күндері кемде-кем. Түн ортасына келіп таң бозармай қайта жұмысқа кетеді. Сәбидің бал күлкісіне қанып, еркелетіп, бауырына басып көрмепті. Тұңғышының өзі бүгінде апталдай азамат. Ойлап отырса, үйдің бар жұмысын, әйелдің күндегі шаруасынан бастап шеге қағып, бұзылған ұсақ-түйек техниканы жөндеу түгелдей жары Гүлназдың мойнына артылыпты. Тапқан таянғанын жарытып, перзенттерін ешкімнен кең қылмай өсіртіп, әкелерінің жоқтығын білдірмей жүргенімен, оның да кей-кейде отбасыңа көңіл бөлмейсің деп Асхатты айыптап ұрыс шығаратыны бар. Міне бүгінде ауыз үйдің шамын жаққанда, қонақ бөлмедегі диванда қатқан қайыстай отырған әйелінің сұлбасын көріп, ауыр сөздер еститінін топшылады. Әйелдің шыны көзі шатынап, ашудың ұшқынын атып тұр. Тек тұрмастың керімен Асхат алдаусыратып ас үйде жайылған дастарханды меңзеп, бүгін бір мереке ме еді? Столды жайнатып қойыпсың ғой деп сұрау мұң екен. Гүлназ 2 қолын бүйіріне таяп ашу шақырды. Бүгін қандай күн екенін мен емес сен білуің керек. Осы уақытқа дейін қайда жүрсің? Асхат босағада сөз таба алмай тұрып қалды. Туған күні екені таңертең есіне түскен, алайда тергеу ісіне берілгені соншалық тез-ақ ойынан шығып кетіпті. Әйелінің дастархан жайып әбігерленетінін ойламапты да. Кешке сыныптас достарың сені құттықтайын деп келді. Ал сен жоқсың. Телефоныңды да сөндіріп тастағансың. Туған күн есінсіз қашанға дейін отырар дейсің. Күте-күте шаршап қайтып кетті. Ұяттан жерге кіріп кете жаздадым. Балаларың ше? Үлкенің алғашқы айлығына саған арнап жаңа телефон сатып алды. Ал кешеден бері түрлі түсті қағаздан ашық хат жасап, үйді сәндеп есі шыққан кішкентайың түн ортасы ауған соң әкем келмей ме деп 2 сағат жылады. Жаңа ғана уатып әрең ұйықтаттым. Миыңа бір нәрсе кіре ме? Өзі әлде біздің барымызды мүлде ұмытып кеттің бе? Сөйлесеңші, не деп ақталасың? Тағы да бізден маңызды жұмыстарың болды ма? Ішіне қанжар сұғып алғандай Гүлназдың сөздері жанына батып жатса да, кінәлі баладай басын салбыратып тұра берді. Балалар бөлмесіне кіріп кішкентай Аружанның маңдайынан сүйгенде мүлдем көңілі құлазып, тамағына өксік кептелгені. Қыздың айқасқан кірпіктері суланып, жастығы жасқа малыныпты. Әке болып жарытпадым-ау сендерге, деді іштей. Әлі сабасына түсе алмай, ашуға булыққан әйелі, бізден жұмысың, үйіңнен кеңсең артық болса, бар сол жаққа қонып қайт деп шақ ете түсті. Асхат бір ауыз тіл қатпастан үйден шығып кетті. Жақын маңдағы 24 сағат жұмыс істейтін дәмханалардың біріне тамақ ішейін деп кіріп келсе, погонды киім киген Мұратта отыр екен. Әй, сен не қып отырсың мұнда? Сені де әйелің үйден қуып жіберді ме деп әріптесінің қасындағы орындыққа жайғасып жатып. Тергеушіге бұл қалыпты жағдай. Не ішесің? Таңертеңнен бері нәр татпаған сияқтысың ғой деп даяшыны шақырды. Екеуі ыстық мантыны қабырда асап алды да терлеп отырып шай ішті. Елдің мәселесін шешеміз деп өзімізге қиындықтарды толтырып аламыз. Кейде басқалар сияқты тыныш қана 8 сағат кеңседе отырып айлық алатындарға қызығамын. Ақымақ болыппын ғой. Сыныптасым Досбол сияқты есеп және аудит факультетіне түсуім керек еді. Табысы менен көбірек, үйі үлкенірек, темір тұлпары күштірек. Ештеңеден тарлық көріп әйелінен ұрыс естіп те жүрген жоқ. Бұрынғы бастықтың әйелді басқа шығармау керек екен деп ақыл айтатын есіңде ме?
Әріптестеріме жиналған сайын осы сөзді айта беруші еді ғой. Қайдам, кінәлі болсаң сүмірейіп, бұрышқа отырғызып қойған баладай тұрады екенсің басыңды салбыратып. Қайда барасың онсыз да. Бүгін не болғанын білсең ғой. Бала-шаға түгелдей туған күніме дайындалыпты. Достарымның құттықтап келмесі бар ма? Ал мен үйде жоқпын. Айтшы, Мұрат, қылмыскерлердің артынан қуып шаршамадың ба? Өкінбейсің бе осы саланы таңдағаныңа? Өкінгенмен пайда жоқ, мамандығыңды ауыстыру енді кеш. Бала-шағаңды асырау үшін амалсыз істейсің. Отбасыңда асырап қана қоймай, балаға тәрбие беру керек. Ол аз десең, жарыңа да көңіл бөлуге тиіссің. Әйтпесе несіне үйлендің? Сувенир қылып үйге қойып қою үшін бе? Жоқ, бұл дұрыс емес. Біз ғана асырап жүрген жоқпыз бала-шағаны. Түсініп отырсаң, неге ұрысып жүрсің енді? Тергеушінің де өз тергеушісі бар деп, екі иығы селкілдеп күліп жіберді. Ерте қайтқым-ақ келген, мына бір Марлен Байбосыновтың қылмыстық ісі мезі қылып бітті. Соған бола ұзағырақ отырып қалдым. Мұрат кешеден сұрай алмай жүрген сауалын осы сәтті пайдаланып төтесінен қойды. Шынымен сол жігітті өлтірген әлгі қыз деп ойлайсың ба? Әрине, барлық айғақтар соны меңзеп тұрған жоқ па? Өлтірген адам тапсырыс берген сол деп айтты. Өтірік айта салуы да мүмкін ғой. Ақшасын алса неге ұстап берді? Кәсіби кісі өлтіруші қылмысын мойындап, темір торға өз аяғымен келіп отыруы тарихта бірінші рет қой. Қойшы осы сондайыңды. Істі сотқа жіберейік деп жатсақ, сенің айтып отырғаның мынау. Жазықсыз адамды соттап, опа таппайсың. Сонда басқа біреуден күдіктенесің бе? Күдікті деу тым жұмсақ айтылған. Күдіктен гөрі сенім молырақ. Заттай айғақтар жинағанға бір күн уақыт берсең. Бір күн тым көп, деді Асқат басын шайқап. Тым болмағанда кешке дейін күте тұршы. Жарайды деп кеседегі суып қалған шайын ұртын толтыра ұрттады да терезеге қарай жүзін бұрды. 4-ші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.